Қазақстан Республикасы Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейі 2020 жылы мамырдың 18 күні жыл сайынғы музей қызметкерлерінің қатысуымен өтетін «Көктем нұры» атты көрмесін ұсынады. Бұл көрме 18 мамыр бүкіл дүниежүзі музейлер күніне арналады. Көрмеде кескіндеме, графика, сәндік қолданбалы өнер туындылары көрсетіледі. Мемлекеттік Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейі Қазақстан Республикасындағы үлкен мәдени орталық үй. Бұл жерде 150-ге жуық қызметшілер әр түрлі салада жұмыс жасайды. Олардың басты міндеттері бейнелеу өнері бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу, өнер туындыларын сақтау, қалпына келтіру және оны көрермендерге ұсыну. Әр қызметші әр түрлі маман иегері. Оның ішінде өнертанушы, тарихшы, дизайн және экспозиция безендірушісі, сонымен қатар суретшілер де бар. Осы қызметкерлердің қарқынды еңбегінің арқасында бірнеше каталогтар да жарық көрді. Олар 2005 жылы халық суретшісі Әбілхан Қастеевтің 100 жылдығына арналған кескіндеме және графика жиынтығы, 2010 жылы Қазақстан бейнелеу өнері мүсін, 2008 жылы Қазақстан зергерлік өнері 19-20 ғасырлар, 2008 жылы кеңес кезіндегі түпнұсқа графика және қазақ халық эпосы қазақ халқы тарихы мен дәстүрі 2013 жылы жарық көрді. Сонымен қатар 2007-2011 жылдар аралығында қазақ халқының оның тұрмыс тіршілігін бейнелеуге көп үлесін қосқан Ари Школьный, Гүлфайруз Исмаилова, Құлахмет Ходжиков, Үкі Әжиев және Сабур Мамбиев сияқты суретшілердің де жиынтықтары жарық көрді. Сонымен қатар музей қорынан алынған Сергей Калмыковтың кескіндеме және графика жиынтығы да шығып отыр. Бұл көрмеге Қазақстандағы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясын, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетін, Орал Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік қолданбалы өнер колледжін, Ресейдегі Илья Репин атындағы Ленинград кескіндеме, мүсін және сәулет институтын және тағы да басқа дәрежелі жоғарғы оқуларын тамамдаған суретшілер қатысты. Осы жемісті еңбектерінің арқасында әр суретші өзінің кезекті дәрежесіне де ие. Музей қабырғасында қаншама жыл қызмет еткен шеберлер қор жиынтығындағы қазақ, орыс, шетел шығармашылық туындыларын күнделікті көріп, өнерді барынша көкейіне сіңірген. Соның арқасында дүниеге келген туындылардан творчестволық қызығушылықты және әр суретші өз еңбегін терең игергенін байқауға болады. Суретші-реставратор Күләтай Смағұлованың роза портреті, салтанат портреті және марал портреті, сонымен қатар домбырамен натюрморт атты туындылары жоғарғы дәрежеде орындалған. Ал Анжелика Ақылбекованың туған күн сәндік натюрморт туындылары алдарыңызда. Майлы бояу, акрил қолдана отырып, құрылымына көптеген күтпеген идеяларды алып келген. Жазылған туындыларына қарап, өмірде кездесетін сан қилы өзгерістерге тап боласың. Бұл көрмеде Меруерт Мұрзабекова өзінің түрлі түсті гүлдерімен ерекше орын алады. Лилия, жаз иісі сияқты туындыларында суретші табиғаттың құбылысын, әдемілігін, өзінің жарқын мінезін, ашық түстерді қолдану арқылы жеткізеді.
Сонымен қатар Аида Елеуова сұлулық жайлы фантазия, жылан, динозавр сияқты туындылары нағыз шығыс елін көз алдымызға алып келгендей. Вячеслав Цейтлин сияқты мұражай қызметкері бос уақытын қыл қаламға арнап сурет салуы, соның нәтижесінде дүниеге келген үйір жылқы, дала, көшпенділер атты туындылары сіздердің алдарыңызда. Мұражай қызметкерлерінің ішінен суретшілер саны жылдан жылға өсіп келеді. Барлығы өз істерінің маманы. Олар заманауи өмірде өнерді жинақтаушы шығармашылық тұлға болып қала береді. Көрме кураторы, уақытша көрмелер секторының жетекшісі Айсұлу Усентаева.